Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ішексіз қазы айналдырудың жолымен бөлісетін боламын. Ол ешқандай да целлофан емес, баклажка және де пищевой пленка емес. Өйткені қазыны пісірген кезде пластиктен рак ауруын тудыратын зиянды элементтер бөлініп шығады. Сол себептен ешқашан целлофанды қайнатушы болмаңыз. Қазы айналдыру үшін бізге жылқының қабырғаның жанындағы майлы, етті, шандыры алынған жақсы әдемі еттер болу керек. Және де бұл ет менде бір күн алдын маринатталған және де бір күн бойы осылай суы ағып әдемі болып тұрған. Өйткені мен бір күн алдын ішекке қазы тыққан болатынмын және де ішегім таусылып қалғаннан кейін осындай әдіспен қазы тығуды шештім. Ешқандай ішексіз және де зиянсыз қазы айналдырудың жолы ол кәдімгі дәріханада сатылатын марлені сатып аламыз және де өзімізге қажет мөлшерде етіп кесіп қоямыз және де қазымызды, етімізді, майы мен етті жерлерін осылай қатарынан қоятын боламыз. Кәдімгі қазыға салған секілді етімізді осылай ұзынша етіп қойып болғаннан кейін осы марлімізді қатты нығыздап жақсылап орайтын боламыз. Орап болғаннан кейін екі шетін қазыны байлаған секілді осылай марлімізді қатты нығыздап жақсылап байлап шығатын боламыз. Қазымыздың екі шетін жақсылап байлап болғаннан кейін қазыны жуандау жіппен осылай жақсылап орап шығатын боламыз. Бұл марлінің босап кетпеуін және де еттің бір-бірінен ажырап кетпеуін кәдімгі шұжық секілді домалақ күйінде сақталуын қамтамасыз ететін болады. Менің каналымда қазыны ішекке айналдыру туралы видео рецептісі бар. Ол жерде қазыға етті қалай маринаттау туралы толығымен барлығы түсіндірілген және де ол ішекке салған кезде өз лайфхактарымен бөліскен болатынмын. Тамашалап кетсеңіздер болады. Осымен біздің қазымыз дайын болды. Бір күн алдын тұздалған, дәм тұзы сіңген, суы аққан қазымызды енді мұздатқышта сақтайтын боламыз. Сіз енді ғана тұздаған, ораған қазыңыз болса, онда бір күн бойы, бір тәулік бойы суын ағызып, әбден кептіріп болғаннан кейін ғана мұздатқышқа салғаныңыз дұрыс болады. Келесі жолы осы қазыны қалай дұрыс қайнату керек екенін видео рецептісін түсіретін боламын және де менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.